Кішкентай сәбидің наласына қалған әже. Бұл оқиғаны оқып отырып, еріксіз көзіме жас алды. Оқиғаны соңына дейін тыңдаңыз. Мен өте жуас момын отбасында дүниеге келдім. Әке-шешем сабырлы, ұрыс керіссіз, бейбіт өмір сүретін жандар. Үйде 7 ағайындымыз және ата-анамыз бізді тәрбиелі етіп өсірді. Сондықтан көршілеріміз біздің үйдің ұл қыздарына сүйсіне қарап, әке-шешемізді құрметтейтін. Отбасылық жағдайымыз орташа болды. Біреуден алда, біреуден артта өмір сүрдік. Әкем мен анамның мейірімділігі мен тәрбиесінің арқасында біз бір-бірімізге қамқор болып өстік. Әкем көп кітап оқып, бізге қызықты әңгімелер айтып береді. Ал анам әлемдегі ең дәмді тағамдарды дайындайды. Олар ешқашан бізге дауыс көтермей, қателігімізді түсіндіріп, дұрыс жол көрсетеді. Біз де ата-анамыздың сенімін ақтауға тырыстық. Отбасымыздың берекесі мен бірлігі біз үшін ең маңызды құндылық болды. Әр мерекені бірге атап өтіп, дастархан басында қызықты оқиғаларымызды бөлісетінбіз. Бұл сәттер бізді одан әрі жақындастырып, бір-бірімізге деген сүйіспеншілігімізді арттырды. Қандай жағдай болмасын, біз әрқашан бір-бірімізге қолдау көрсетіп, түсіністікпен қарадық. Жылдар өтіп жатты. Аға әпкелерім мамандықтарын бітіріп, өз теңдерін тауып жатты. Мен де бой жетіп оқуға құжат жинап жүргенде, менің тағдырым түбегейлі өзгеріп кетті. 17-ге жаңа толған балауса кезінде мені күштеп бір босағаның табалдырығын аттатты. Жан ұшырып қашып кеткім келді. Қатты жыладым. Үйге қайтқым келетінін қайта-қайта айттым. Бірақ ешкім менің жан даусымды елер емес. Келін түсірудің дәстүрі осындай ма? еді. Туыс жеңге мені өз ағайындарына алып қашқан екен. Кешке қарай ол менің қолымнан ұстап көзіме тік қарап тұрып, әкең қалсын қайтып келуші болмасын, ақ босағасын сыйласын деп айтты деді. Жүрегім шым ете түсті. Әкемнің маған деген мейірімі таусылған ба? Неге ол бір ауыз қызыма тиіспеңдер деп айтпады? Қатты сендім, жылап-жылап іштен тындым. Ал шындық мүлде басқа болып шықты. Көп уақыт өткен соң білдім. Әкем жеңгеме қалғысы келмесе үйге келсін деген екен. Бірақ жеңгем барып, қызың өзі қалғысы келеді, сүйген адам екен деп өтірік айтыпты. Мен ол сөзді естігенде бар дүнием төңкеріліп түскендей болды. Сенімім, үмітім күл талқан болды. Егер сол кезде шындықты білсем, бәрі басқаша болар ма еді? Әкемнің жүрегіне жетпеген жан даусым, өзім шешпеген тағдырым, бәрі мені өксітіп жіберді. Содан бері қанша жыл өтсе де, сол бір күн жанымды жаралап өтеді. Бұл өмір мені әлі талай сынайтынын білсем де, жүректің бір түкпіріндегі өшпейтін өксік қалды. Барған жеріме бой үйретіп те үлгермедім. Енем сол ауылдың көкбет атанған адуындысы екен. Келін босағадан аттай сала беттен алып, жүндей түтетін әдеті бар көрінеді. Ал күйеуім жарықтықтың өз ойы жоқ, әйелін қорғамақ түгілі өзінің қайда жүргенін білмейтін жансыз біреу болып шықты. Келген күнімнен бастап ол үйдің құлына айналдым. Қара жұмыстың астында қалдым. Тамақ ішудің не екенін ұмыта бастадым. Енем қасымда тұрып алып, ас дайындағанымның өзінде әр қасық май мен әр түйір күрішті санап тұрады. Сұйық майды кішкентай қасықпен құясың. Күрішті 2 кеседен артық салмайсың, 2 картоп қосасың. 3-4 адамға ғана жететін тамақты 6 адамға әзірлейтінмін. Оның 4-еуі ер кісі, қарындары қампиған, ауқатты жақсы көрінетіндер. Бірақ енемнің өз есебі бар. Тамақты шағымдап жаса, итке төгілмесін. Тоймаған адам асқазанын қара сумен толтырады. Сол қара суды ішіп жүріп, талай түндер бойы ішім бүріп, аштықтан көз ілмеген кездерім болды.
Шай үстіне тамақ жегім келсе де, қасымдағы кеселер қаз-қатар тізіліп тұрады. Мен үшін ол дастарханның дәмі жоқ еді. Бірде қазан түбінен бір-ақ кесе тамақ алып қалдым. Ойым артынан жеп алайын дегенім. Бірақ енем соны көріп қойып, өрт сөндіргендей өре түрегелді. Келмей жатып тамақты тығып, бөлектеніп жатсың ба, сұр жылан. Ішкенің бойыңа шоқпақыр, аштан өлгір. Тамақты тығып жатыр ғой. Енемнің ащы даусы құлағымда әлі жаңғырады. Қолымнан жұлқып, жерге құлатқанша есімді жинағанымда бөлмеде жаттым. Күйеуім қасымда екен. Оған қарап, мен кетемін. Бұл үйде аштықта өмір сүріп жатырмын. Күні бойы тамақ ішпеймін. Мен құл емеспін деп жылап жібердім. Күйеуім мені құшақтап жалынып, кетпеші өтінемін деді. Енемнің қаталдығынан қатты шаршағанымның салдарынан келін болғаныма 2 ай болса да, күйеуім маған анасынан тығылып, өз аяғымен дүкенге барып, жейтін нәрселер әкеліп берді. Солай оның менен 2 жасқа үлкендігіне қарамастан, біз екеуміз махаббатымызды аштық. Ол өте момын, қорқақ еді, бірақ маған деген сезімдері күшті болды. Бірнеше уақыт өткен соң мен жүкті болдым. Тұңғышымды көтергенде қатты токсикозға тап болдым. Тұра алмай, суды да іше алмай қалдым. Енемнің үнемшілдігі мені қатты күйзелтті. Ол мені ешқашан ауруханаға жатқызбады. Тек есімнен танып құлағанымда ғана күйеуім жедел жәрдем шақырды. Байың сені ойлап өліп барады. Әлден қатынның айтқанынан шықпайтын ез болған деп, енем үнемі есіме салып отырды. Осындай жағдайлардан кейін менің жүрегімде қайшылықтар көбейіп, ауыр ойлар мен сезімде шоғырланды. Бірақ мен өзіме сеніп, күш жинап шыдауға тырыстым. Жүктіліктің 7 айында қан кетіп, шала босандым. Өте әлсіз болдық. Мен де, бала да. Себебі дұрыс тамақтанбаған едік. Үйде ет пен құс жылына 2-3 рет қана болады. Оны да қонақ келсе ғана. Ал қалған уақытта тек рожки мен әппақ күріш, бұл 2 тағамнан артық тамақ пісірілмейтін. Үйге шыққан соң күйеуім сыртқа жұмысқа кететін болды. Оны жібергім келмеді. Өйткені ол кетсе, мен аш қаламын деп қорықтым. Бірақ амалсыз шыдап жүріп, ол кетіп бара жатып қолыма ақшасын беріп кетті. Балам өте жылауық болды. Күні түні мазасыз, тойып омырау сүтін ішпейді. Енеме бәрібір. Бір күні анам келіп қуандым. Бір қойып сойып әкеліп, сорпалап шілде теріңді шығар деді. Бірақ енем ол қойдың етін сарайға салып құлыптап қойды да кілтін тығып қойды. Осылайша менің ауыр жағдайым мен баламның мұңы күшейіп, тағдыр маған тағы бір сынақ жібергендей. Мама, қойдың етінен сорпа жасайық деген едім. Не, өлдің ба сорпадан? Шешем әкелді деп құтырып тұрсың ба? Тіпті бір жылқы әкелгендей сөйлеуін қарашы сұмырай. Біреу келгенде асамыз ол етті деп түгімді қоймай ұрысты. Енеме сөйлейін десем, жастығымнан әлді қорқақтығынан ба, бетіме келіп ештеңе айта алмадым. Осындай енемнің тозағына шыдап жүргенде ұлыма 5 ай болды. Іші кетіп қатты ауырды. Сонда енем ауруханаға жібермеді. Іші кеткен баланың бұтына да кигізбей далада ұстап отырды. Жаз айы ғой, балам қайта-қайта тышып әбден мазасы кетті. Одан температура берді. Соның өзінде енем қайта-қайта құйрық маймен салып, өзі дәрігер болды. Қатты температура көтерілген ұлымды ыстық бесікке танып тастап, өзі тербетіп мені далаға жұмысқа қуды. Не отырыс сен қатындікі, тірлігіңді істе, балаңның ауырғанын жаңа көрдің ба деп қуды. 2 сағат өтті. Ұлым мүлдем жыламайды. Жарты сағат сайын омырап сұрап жылайтын еді. Енем бесік бетін тұмшалап жауып тастаған ғой, өзі қасында теледидар қосып көріп жатыр. Ойладым ғой температурасы түсіп ұйықтап жатыр екен деп. Сөйтсем, сәбиім періште болып әлде қашан көкке ұшып кетіпті. Оны кешкі сағат 7-лер шамасында білдім. Онда да қақсап енем туалетке кеткенде бесіктегі қошақанымның тынысын тексергім келіп қарап едім. Ұлым деген көгеріп кеткен. Ешқандай тыныш белгісі жоқ. Пысылдап ұйықтап жататын тәтті сәбиімнің денесі суық. Дереу шешіп алсам да денесі былқ-сылқ. Сол кезде енем үйге кірген бойы мен айқайлап жұбап жібердім. Бала қозғалмайды, тынысы жоқ деп. Енем қолын алып үнсіз отырды. Ол өліп қалды.
бұл сөзді есту мен үшін ауыр болды. Сенгім келмей енемнің қолындағы сәбиімді тартып алып, омырауымды шығарып аузына тығып жатырмын. Қошақаным, мәмейемші, көзіңді ашшы. Қанша жылап жалынсам да бөбегім сол күйі тұрмады. Ертеңіне туыс-туғандар жиналып көңіл айтып жатыр. Сонда енем, мына қатын балаға дұрыс қарамай өлтіріп тынды деп көзіне сора сағып жылап жатты. Мен ол кезде есімнен танып қайта-қайта дәрі ішумен болдым. Көп ұзамай өзіме келіп күйеуімді барлығын шақырып ажырасуды айттым. Ешкім ештеңе демеді. Күйеуім мені жақсы көрсе де, анасының айтқанынан аса алмай менімен ажыраса салды. Менің шындығымды туған бауырларым ғана біледі. Олар мені еш уақытта талаға қалдырмады. Ағаларым ақша жиып, мені оқуға түсірді. Барлық жағдайымды жасады. Оларға Алла разы болсын. Өзімді тек мықты санап жүрсем де, ішімде сол бір кішкентай сәбиіме сағынышым әлі де басылмады. Одан кейін қанша жыл өтті. Күйеуім екінші рет үйленсе де, ізімнен біраз уақыт қалмай жүрді. Мен оған мүлде мүмкіндік бермедім. Жасым 26-ға көйлек киіп ұзатылдым. Екінші күйеуім мен ата-енем өте жақсы жандар болды. Бір қызығы, мен келін болған ауылға тағы да келдім. Бәрі мені таниды. Тағдырым осылай болар. Дүкенге барып қайтқан сайын бұрынғы тозақ үйімді көремін. Бірақ бұрынғы енеме кіші келін жазасын беріп отыр. Ол тек мені ғана басынған екен. Кіші келіннің құлы болып жүргенін ауыл өсек айтып жүр. Бір ауылда тұрғасын, арасында дүкеннен енемді көріп қаламын. Баяғыдай емес, жүзіме тіке қарамайды. Бірақ мен еш уақыт ол кемпір мың жерден жауыз болса да сәлем беріп өтемін. Өйткені мен қазір бақытты анамын. Екінші күйеуімнен 5 балам бар. Ата-енем мен анам жақсы араласып тұрады. Өте тату отбасы болдық. Аллаға шүкір.